достар, біз қазір ол маркетте акт создать етуді үйренетін боламыз. Так, бізде уже на 160 школаның акты создать етіліп қойды. Енді өркен деген сайтың заказын актын толтыратын боламыз. Ол үшін заказын договорға келеміз. Номердің үстінен басамыз. Одан кейін мына жерде информация об оплате деген бар. Оның астына түссеңіздер, неде создать акт деген тұрады. Соны басамыз да создать дейміз. Создать етіп болғаннан кейін мына системның номері болады. Соның үстінен басамыз. Басқаннан кейін астына түсеміз де добавить товар дейміз. Освежитель воздуха 60 штук. Правильно. Выбрать басамыз. Потом город Нур-Султан Сарыарқа выбрать басамыз. Одан кейін добавить дейміз. Одан кейін добавить представителя деген бар. Потом соны басамыз. Басқаннан кейін подтверждающий от поставщика деген бар. Соны басамыз да выбрать дегенді басамыз. Одан кейін создать накладную деген бар. Ең астында накладнойды басамыз. Номер документа бізде 1 болған. Накладнойдың номері жіберілген күні, қазір мен қарап алайын, сосын айтамын. Так, жіберілген күні. Так, күні жібердім мен. Так. Накладной номері 2. 27-сіне, сентябрьдің 27-сіне жібергенбіз. Одан соң оны белгілейсіздер. Ответственность за поставку дегенде ИП Мадина деген жазамыз. ИП-ларыңыздың атын жазасыздар. Немен жібердіңіздер? Мен машинамен жібердім. Почта болса, почтаны жазасыздар деген сияқты. Одан соң вот мне Темирханова Мадина, ананың үстін бассаңыздар. Главный бухгалтер тоже Темирханова Мадина, отпустил Темирханова Мадина болады. Одан кейін астына освежитель воздуха копировать етіп алып, ставить етесіздерде. Копировать етіп аласыздар да, сосын мына жаққа ставить етесіздер. Дополнительная характеристика номенклатура дегенге накладнойдың номері қанша, соны жазасыздар. Одан кейін сохранить деп басасыз. Так, товарная транспортная накладная номер датаны қайтадан жазамыз мына жерге. 28 емес, бізде 27-сі болады. 2022. Одан кейін сохранить деп басамыз. Сохранить басып болғаннан кейін артқа қарай кетеміз. Тағы да артқа қарай кетеміз. Одан кейін создать накладную деп тағы басамыз. И үстінен астына түскен кезде уже подписать деген шығады. Сол подписайтты басып, жасылмен эрсамен қол қоямыз, үстінен басамыз да өзіміздің паролімізді тереміз. Окей дейміз. Болды, осымен акт создать етілді деген сөз. Акты создать етпей жатып, бірінші келісіп алыңыздар, что товарды алды ма заказчик, соны сөйлесу керек болады. Осымен акт толтыру бітті. Жақсы, сау болыңыздар.